Қайырлы таң баршаларыңызға, қалайсыздар? Бүгін біз жол жүріп барадық, бұйырса жолыңыз болсын. Сарсалып отырамын. Қайырлы күн баршаңызға, қалайсыздар? Жеттік. Стамбул қаласындамыз. Ал қош келдік Стамбул қаласына. Осындай arkadaşlarмен Стамбулда жүрген жайымыз бар. Ahmet Sultan Meclisi'ne götürdük. Mümkün aşağıda. Namaz okuduk. Aziz Safiye. Şerki umurum. Canım benim. Meşt. Sağ olun. Hep orijinal mi? Ердоғанның түрік халқына салып берген ең үлкен мешіті районы бір. Былай айтқанда Жайский районда тұр. Бірақ ең биік жерге және ең әдемі мешіт салып берген екен, машалла. Өте үлкен, біздің Астанада мешіттен де үлкен екен. Деген бір аралға баратыр. Сонда түсіріп көрсететін боламын. Ал біз қозғалдық борттан. Камера бере алмай тұр. Өте әдемі екен. Біз Стамбул қаласының Бабакая аралындамыз.
кино екен Арал деген. Şimdi кино түсіріп жатсақ та көшелердің бәрі кино болып. Мынау енді кино. Өте үлкен екен терек берсек. Төменнен жоғары спусктан шығып келатық. Түсіріп төмен қарай түскенде көрсетем. Табиғатты өзің көру керек. Осы Боякада аралына келуге кеңес берем. Стамбулға келіп жатсаңыздар, өте әдемі жер екен. Қарап шығуға тұрарлықтай. Осы тауға шықтық, қазір енді түсіп баратып дедік. Моста. Түнгі Стамбул, жаңбырлы. Жаңбырлары тоқтамастан жауып отыр. Yolcuların uçağa binmek üzere çok acele 212 nolu kapıya gelmeleri önemli rica olunur. Hayırlı gün barşalarınızға қалайсыздар? Біздер Анталияға келдік. Аздап ауыртпан болмаса, бәрі әдемі. Қазір бір меховый цехта жүрік. Панито деген. Онда әртүрлі киімдер бар. Барлығы кожадан жасалған. Сасық салатын болған. Төменгі жақта $3000 басталады екен. Жоғарыда мынау 112.710 евро. Теңгемен 68 миллион теңге тұрады. Мұнда теректі апельсин өсе береді екен. Еще мұнда лайым бар. Теректі какабы шеңберді өсе береді. Әбекке тамақ ішуге келедік. Қазір бір керемет жерге бетке тамақ ішуге келедік.
Су алып отыр. Помните, я вам говорил, турки до того, как переселились сюда, они жили на территории Центральной Азии. Кто такие тюрки, друзья? Анталиядағы әйгілі водопадқа келдік. Мынандай керемет теңіз жағасында. Теңіз. Суының отына дейін шашырап. Суының отына дейін шашырап. Биіктігі 43 метрден ағып жатыр. Өте әдемі. Бірден теңізге құятын осындай водопад сарқырама Анталия қаласында 43 метр биіктіктен ағады екен. Ескі Анталия қаласының ескі бөлігіне келдік. Ескі Анталия қаласының кіріп келе жатырмыз. Здесь у вас открывается взор на старый город. Вот эти черепичные крыши. Старые дома 16, 18, начало 20 века. Здесь также немало зданий, которые относятся к римскому периоду. Потом есть такие города, видоизменяются. Буковки добавляются и стала Алания, да? Этот же город Анталия была основана еще во 2 веке до нашей эры. Основал его пергамский царь Атталас II, который назвал этот город в честь себя Атталия. Со временем добавляется буковка «Н». Мына Джума ар жағында тұқым сондай мешіт. Бұл да кезінде Рим империясы кезінде не болған? Шіркеу болған, шіркеуден мұсылмандар, түріктер келіп, бұны мешіт қылған. Неден көруге болады, фундаменттер. Сондай әртүрлі, неше түрлі фундаменттер бар екен. Исторический көрініп тұр, ескі. Іштекен. Который тоже так же дотла сжег. То есть он долго не церемонился. Нужно было вселить страх всем остальным, которые не будут подчиняться. Это, друзья, 4 век. Тем самым Александр тоже умирает. Власть. Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін біз Хиераполис ежелгі қаласына келіп қалдық. Өте үлкен қала. 100 мың тұрғыны болған. Соның ішінде Римдардан қалған театр. Тастардан салынған. Ежеледі кинодағыдай шығып өнер көрсетеді. Білмеймін қалай өнер күлгілесем, басқа өнерін көрсетем, сондай театр болған. Кинодағыдай оригинал тастары сақталған. Ең көне театрлардың қатарында жатады.
мынандай орындықтармен тазалықтардан салынған. 3 ғасырда салынған театр. Мына жерлерден шығатын оттар туралы. Есіктер бар. Кинодағыдай осының ішіне шығатын деп тұр. Аяққа тонелер. Қорқынышты. Сен түсіремағансың, Капалақтағы да жаңғыр естілер екен. Осындай жер болған. Бұзылып қалған болса. Соға отыр. Негізінде мына жері мынандай болған. Сол кездегі монша, яғни осы 100 мың тұрғыны бар қалада 16 осындай монша болған. Ол кездегі монша өте үлкен болған, ішінде бәрі болған. Бүкіл сөйлесі хамам дейді. Оны ана шеті, ана аяқтан басталып, ана аяқ шетке дейін бітеді. Әлі сақталған, тек біреуі ғана қалған екен, бұзылмай. Қалғандары бұзылып қалған. Не деген елгі тастар. Бір тек ең кіші осындай. Мынаның өзін 3-ші ғасырда қалай қалап салған. Неше түрлі. Мынандай жақта салынатын. Мына бана травертин. Содан қажап жасаған. Окей. Қажап салған да жерде әр түрлі осындай. Міне мынау үлкен картаның, үлкен қаланың картасы. Қаланың картасы. Мынау банағы стадион. Білем де. Мына яқта екі стадион болған, ол жоқ. 破坏了以后，他们才付钱，在那个维修了、装修了。但是以后再发生了那个地震，在这些地震的时候，这个地方都那个破坏也比较厉害，因为那个。Мына жерде ып-ысық су ағып жатыр. Қазір біз Памуккаледамыз. Тағы да сулар тартып қалған. Көп сулары кей жерлерде бар. Памуккале. Бұдағы сулар тартып қалған. Үйлерге аздап бар. Үйлер сулар сөйтіп тартылып қалады екен. Тартылып қалғаннан кейін жайлап кебет қарайып кетеді екен. Бұл травертин дейді сонда. Бұлай кездеспейтін. Материалдары саналады.
suda. Şu değerli adamlar тұрады. Көп жерлерде. Осындай 17 жыл жер астында қалған ресторанға келдік. Жердің астына қашап салған. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim. Ескі қала. Жердің үстіндегі. Бұл астынан табылған. Жердің астындағы қала. Бұл жерде жердің астында да қала болған екен. Жердің астындағы қаланы дронның көзіндегі сурет. Осындай сурет. Мынау төмен тұрған ескі қала. Жер астында. Түскен фотосы. Так фототердамыз панорамный шар. Шарлардың панорамный шар. 되게 이렇게 했나? Gitti.
ал осы қалай әдемі. Анталия теңізінде не істеп отырсың? Қайда барсаң Анталия істейсің? Анталия. Анталия. Анталиядан қаласынан шығайын деп жатыр көбінесе. Стамбул қаласына жолымыз болсын. Давайте бәрі. Анталия қаласынан, Анталия қаласынан Стамбул қаласына келдік. Так бұйырса кешке түнде Стамбулдан ақтауға жатып аламыз. Жолымыз болсын.